Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті 170-ші орта мектебінің биология пәнінің мұғалімі Жеткерген Ұлдана Бектібайқызы. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тыныс алу және тыныс шығару механизмі. Кеуде қуысының құрылысы, тыныс алу және тыныс шығаруға қатысатын бұлшықеттер, тыныс алу және тыныс шығарудағы көгеттің маңызы, ауа жүретін жолдардағы қысымның өзгеруі. Оқу мақсаты тыныс алу және тыныс шығару механизмін түсіндіру. Оқушылар, өздеріңіз білетіндей, барлық тіршілік иесі оттекті сіңіріп, көміршыл газын бөліп шығарады. Тыныс алу және тыныс шығару механизмдері бұл нейрогуморалды жолмен реттеліп отырады. Ал тыныс алудың өзі орталық жүйке жүйесі арқылы реттеледі. Тыныс алу бұл сопақша мида орналасқан тыныс орталығы арқылы қамтамасыз етіледі. Тыныс орталығының жұмысына қанның химиялық құрамында әсер етеді. Қандағы көміршыл газының концентрациясының артуы тыныс орталығын қоздырады. Ары қарай тыныс алуды жиілетеді. Көміршыл газының концентрациясы неғұрлым жоғары болса, тыныс алуда соғұрлым жоғарылайды. Ал тыныс шығарған кезде кеуде қуысы мен өкпенің көлемі кішірейеді. Тыныс шығарған соң орталыққа альвеола, қабырғаралық бұлшықет және көгетте орналасқан жүйке ұштарынан созылу, жиырылу арқылы сигнал түсіп отырады. Енді балалар, тыныс алу құрылымдарымен және де тыныс алу, тыныс шығару механизмдерімен толық таныс болу үшін келесі бейнежазбаға назар аударыңыздар. Біздің тыныс алу жүйеміз жоғарғы және төменгі тыныс алу жолдарынан тұрады. Жоғарғы тыныс алу жолдарына мұрын қуысы, жұтқыншақ және көмей кіреді. Төменгі тыныс алу жолдарына кеңірдек, өкпелер, бронхлар және бронхиолалар кіреді. Өкпеге ауа келіп түскенде оған апаратын барлық жол ашық болуы тиіс. Бұл тыныс алу жолдарындағы қатты қабырғалардың, көптеген иілгіш талшықтардың және шеміршекті сақиналардың болуының арқасында жүзеге асады. Ауа жолдарына ауа түскенде ол жылытылады, одан кейін ылғалданады, соңында шаң мен тозаңнан тазартылады. Бұл ауа жолдарындағы жасушалардың кірпікшелері бар арнайы ұлпалармен жабылғандығының арқасында жүзеге асады. Бұл жасушалар үнемі бір бағытта қозғалады және ағзадан шаң немесе тозаңды жұтқыншақ бағытына қарай жылжытады. Тыныс алу барысында көгет жиырылады. Кеуде қуысының көлемі басқаларға қарағанда ұлғаяды. Көгет көкірек қуысы мен құрсақ қуысын бөліп тұратын жалпақ күмбез тәрізді бұлшықет болып табылады. Тыныс алу барысында қабырға аралық бұлшықеттер де жиырылады және қабырғалар көтеріледі. Бұл да кеуде қуысының көлемін ұлғайтады. Кеуде қуысының көлемі ұлғайғандықтан көгет пен қабырға аралық бұлшықеттер жиырылып, өкпенің көлемі үлкейеді. Демек, ауаға кеңістік көп және өкпелердегі ауа қысымы атмосфералық қысымнан 2-3 мм сынап бағанасына дейін төмендейді. Тыныс шығару барысында көгет пен қабырға аралық бұлшықеттер босаңсиды және кеуде қуысының көлемі кішірейеді. Нәтижесінде өкпелердегі ауа қысымы атмосфералық қысымнан 2-3 мм сынап бағанасына дейін жоғарылайды. Ауа альвеолалардан шығады және оның диаметрі 2 есеге азаяды. Қысым бір қалыпты күйге келеді және өкпелер келесі тыныс алуға дайын. Балалар, тыныс алуға бронхлар, кеңірдектің шеміршек аралық бұлшықеттері, омыртқа жотасының бұлшықеттері, иық белдеуінің бұлшықеттері қатысады. Тыныс шығарғанда тыныс алу бұлшықеттері босаңсиды, қабырғалар басылады, көгет көтеріледі, дөңес болып кеуде қуысының көлемі кішірейеді. Сонымен қатар өкпенің көлемі де кішірейіп, ондағы қысым жоғарылап, атмосфералық қысымның сәл артып, ауа өкпеден шығарыла бастайды. Осылай тыныс шығарылады. Тыныштық күйінде ересек адам минутына 16-18 рет тыныс алу қозғалыстарын жасайды. Өкпеде бұлшықет ұлпалары жоқ, сондықтан олар өздігінен жиырыла алмайды. Жиі тыныс алған кезде ішкі қабырғалық бұлшықеттер мен құрсақ қабырғасының бұлшықеттері жиырылады. Оқушылар, мына суреттен көріп отырсыздар. Тыныс алудың екі типі бар. Олар кеуделік тыныс алу және құрсақтық тыныс алу. Егер тыныс алу кезінде қабырғаралық бұлшықеттер едәуір белсенді болса, мұндай тыныс алу типі кеуделік деп аталады. Тыныс алудың бұл типі көбіне әйел адамдарда жиі кездеседі.
Ер адамдарда көбінесе құрсақтық тыныс алу болады. Оларда тыныс алу кезінде көгет белсенді түрде болады. Қанекей балалар, 7-ші сыныпта өткізілген ми бөлімдерінің құрылысы және қызметтер тақырыбын еске түсіріп жіберейік. Сопақша ми балалар бұл ас қорыту, сору, жұту, ас қорыту безінің қызметін және қорғаныс, жөтелу, түшкіру, құсу қызметтерін атқаратындығын білеміз. Тыныс орталығы бұл жөтелу, түшкіру сияқты қорғаныс рефлекстерін жүзеге асырады. Оған химиялық, мысалы әртүрлі иістің түрлері, немесе механикалық, шаң-тозаң, шырыштар, әртүрлі тітіркендіргіштер себеп болады. Қозу бұл мұрын қуысындағы рецепторлар көмей және бронхыда пайда болуы мүмкін. Бұлшықеттер қабырға аралық және көгет арқылы күрт жиырылады, нәтижесінде мұрында түшкіру, ауызда жөтелу сияқты тыныстар шығарыла бастайды. Егер тітіркену себебі жойылмаса, рефлекстер қайталануы мүмкін. Симпатикалық жүйке жүйесі әсер еткен кезде балалар тыныс жиілеп отырады. Ал парасимпатикалық жүйке жүйесі кезінде тыныс тежеледі. Сонымен қатар балалар тыныс алудың жиілеуіне қанға адреналин, яғни бүйрек үсті безінің гормоны мен кейбір заттардың түсіруде әсер етіп отырады. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болса, тапсырма орындайық. Тапсырмада тыныс алу және тыныс шығару механизмдеріне қатысатын тыныс алу құрылымдарын атап жазыңыздар. Оқу тапсырмасы тыныс алу және тыныс шығару механизмдерін сипаттау. Қосымша ресурстарды сілтемелерден қараңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.